Сәлеметсіздер ме? Мен Дәулет Рауан Әлімбайқызы, нөмірі 9-шы бәйшешек ересектер тобының тәрбиешісімін. Мен сіздерге таныстыратын бүгінгі іс-әрекетімнің тақырыбы шеберханаға саяхат. Мақсаты балаларға сазбалшық терапиясы жайлы мағлұмат беру. Сазбалшықпен жұмыс іс-әрекеттер арқылы балалардың эмоционалдық сезімдерін ояту, баланың ақыл-ойын, өрісін, көркем ойлау қабілетін, ұсақ қол моторикасын дамыту, балалардың өзіндік шығармашылық қызығушылықтарын қалыптастыру және балалармен ойын арқылы саяхаттау. Ойын арқылы бастадым. Ойынның тақырыбы жұбыңды тап немесе сөзді жалғастыр деп аталады. Балаларға суреттер таратылып береді. Балалар әуен басталғанда өз жұптарын табады. Тәрбиеші балаларға қыста сөзін айтады, балалар өз суреттері арқылы жауап береді. Осылайша қыс мезгілінің ерекшеліктері пысықталып өтіледі. Балаларға хат келеді. Хатты шеберханашы жазады. Шеберханашы балалардан өз шеберханасына келуді өтінеді. Балалар кубизм арқылы екіге сандар және пішіндер тобы болып бөлініп, автобусқа отырып, әуен арқылы қимылдар жасап және соқпақ жолдар арқылы өтіп, шеберханаға келеді. Шеберханада балаларды шеберханашы ағай күтіп алады. Шеберханашы ағай балаларға сазбалшық туралы толық мағлұмат береді. Оның пайдасы жайлы айтып өтеді. Балалар екі топқа бөлініп, сандар тобы сазбалшықтан мүсіндер жасайды, ал пішіндер тобы дайын мүсіндерді бояйды. Осылайша балалар шеберханашы ағайға көмектеседі. Балалар өз жұмыстарын аяқтап, балабақшаға автобус арқылы оралады. Балабақшаға оралған балаларды тәрбиеші мадақтап, сұрақ-жауап арқылы іс-әрекетті қорытындылайды.